Армысыздар, қадірменді жиынға қатысушылар, қадірлі қонақтар, құрметті жас талапкер, оқушы жас достар. Сіздерді мамандықтар әлемін ашамыз атты қалалық кәсіби бағдарлы фестивалінде көргенімізге өте қуаныштымыз. Бүгінгі фестиваль бұл сенің болашақ мамандығыңның әлеміне көз жүгіртуге, қандай дағдылардың сұранысқа ие болатынын білуге, өзіңе ұнаған мамандықтарды анықтауға, сондай-ақ кәсіби тәлімгерлерден кеңестер мен бағыт бағдарлар алуға өз мүмкіндіктерін береді. Бүгінгі іс-шарамыздың мақсаты арнайы орта сынып бітірушілеріне болашақ мамандықты және кәсіби қызмет саласын таңдау процесінде кәсіби бағдарлы қолдау көрсету. Ал іс-шарамыздың міндеттері оқушыларға болашақ мамандығын жауапты таңдау жасауында Алматы қаласы техникалық және кәсіптік білім беру оқу орындары туралы нақты ақпарат беру болып табылады. Құрметті жас достар, оқушылар, жас талапкер. Бүгін сіздер Алматы қаласында жалпы саны 21 мемлекеттік колледж бар екендігі туралы және сол колледждердегі түрлі мамандықтар мен түрлі біліктіліктер бойынша мамандар даярланатыны туралы хабардар боласыздар. Мектеп оқушыларының кәсіби бағдарлы іс-шарасына қатысуы, болашаққа жасалған дұрыс таңдау балалардың өзінше шешім қабылдауының ең алғашқы қадамы болып саналады. Ал біздің мақсат балалар санасына сол қадамның маңыздылығын айту. Өйткені өскелең ұрпақты құбылмалы заманға қарай бейімдеу өзекті мәселе әрі прагматикалық, күшті және жауапкершілігі мол дамыған мықты мемлекетті қалыптастыру біз үшін өте маңызды. Олай болса, колледжге қабылдау ережелерімен таныстыра кетейік. Колледжге жалпы орта техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі жоғары білімі бар Қазақстан Республикасының азаматтары, шетелдік азаматтары және азаматтығы жоқ адамдар, сондай-ақ білімі туралы құжатымен, яғни куәлік немесе аттестат, ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар адамдар да қабылданады. Қабылдау комиссиялары өз жұмысын осы жылдың 20 маусымынан бастайды. Сонымен қатар жеңілдік беретін квоталарымызда қарастырылған. Құжаттар тізімі төмендегідей. Ең бірінші, құжаттарды қабылдау туралы өтініш жазасыз. Екінші, білімі туралы құжаттың түпнұсқасы, яғни аттестат өткізуіңіз керек. 3/4 көлеміндегі 4 дана фотосурет пен 086 нысаны бойынша медициналық анықтамамен қоса флюорография түпнұсқасымен және де номері 075 нысаны бойынша медициналық анықтамаңызбен бірге жеке басын куәландыратын құжат, ол болмаған жағдайда туу туралы куәлік. Ең соңғы айтылған жеке басын куәландыратын құжат немесе туу туралы куәліктің көшірмесін әкелесіз. Барлық сұрақтар бойынша маусым айының 20-сынан бастап таңдау жасаған колледжіңізге хабарласуыңызға болады. Колледж міндетті түрде сізге өтінімді дұрыс беруге өз көмектерін көрсетеді. Олай болса, біз колледждерді сіздермен таныстыруды бастаймыз. Ең бірінші, әлемдік өзгерістердің түйінді тұтқасына, маңызды тұлғасына айналғыңыз келсе, сізді номері 1 Алматы Қазақ мемлекеттік гуманитарлық педагогтық колледжіне шақырамыз. Номер 1 Алматы Қазақ мемлекеттік гуманитарлық педагогтық колледжі жаңа технологиялармен жұмыс істеуге қабілетті, еңбек нарығында сұранысқа ие, кәсіби мамандар жұмыс жасайтын өзекті білім беру жүйесі, ашық ақпараттық ортасы және заманауи инфрақұрылымы бар оқу орны. Колледж миссиясы оқу процесінің инновация мен интеграциялау негізінде жаңа форматтағы педагог мамандарға деген мемлекеттік сұранысты қанағаттандыру, жалпы адамзаттық ұлттық рухани құндылықтарды сақтап, жетілдіру арқылы қоғамның зияткерлік элитасын дайындау. Колледж 9 мамандық бойынша күндізгі және сырттай оқу нысанында мамандар дайындау іс мемлекеттік тілде жүзеге асырылады. Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының тәрбиешісі, бастауыш білім беру педагогикасы мен әдістемесі, бастауыш білім беру мұғалімі, дене тәрбиесі және спорт, дене тәрбиесі мұғалімі,
информатика, бастауыш және негізгі орта білім берудің информатика мұғалімі, негізгі орта білім берудегі тіл мен әдебиетті оқытудың педагогикасы мен әдістемесі мамандығы, орыс тілі мен әдебиет мұғалімі, шетел тілі мұғалімі. Колледж жетістіктері. 2001 жылы республикалық таңдаулы жыл колледжі байқауының бас жүлдесінің иегері. Колледж студенттері республикалық, қалалық, аудандық олимпиадалар мен байқауларының жеңімпаздары. 2016 жылы ұлттық чемпионаттың жеңімпазы World Skills Қазақстан. Осы біліктілік бойынша 2019 жылы World Skills Алматы аймақтық чемпионатында 3-ші орын иеленді. 2020 жылы Қазақстан Республикасының Білім ғылым министрлігінің Қазақстан Республикасы колледждерінің топ 100 студенті жобасының шетел тілі мұғалімінің мамандығының студенті топ 100 студент қатарына кірді. Материалдық техникалық базасы 2 және 4 қабатты оқу ғимараттары және 30 оқу кабинеттері, 4 қабатты студенттер жатақханасы, асхана, акт залы, 2 спорт залы, футбол алаңымен жабдықталған. Алматы қаласының жалпы білім беретін мектептері, мектеп-гимназиялары, балабақша, бөбекжайлармен, сонымен қатар Сапарғали Бегалин атындағы орталық қалалық кітапханасымен, Жамбыл атындағы мемлекеттік жасөспірімдер кітапханасымен әлеуметтік серіктесте. 9-11 сынып білім көлемінде күндізгі бөлімге талапкерді қабылдау мемлекеттік тапсырыс грант бойынша жүргізіледі. Біздің мекен-жайымыз Алматы қаласы, Шемякин көшесі 131 үй. Болашақ мамандығыңызды біздің колледжден бастаңыз. Достар, біз Қазақстан балалары үшін үздік педагогтарды даярлаймыз деген миссияны ұстанған 40 жыл тарихы бар номері 2-ші Алматы мемлекеттік гуманитарлық педагогикалық колледжіне назар аударайық. Білім болашақтағы табыстың ең іргелі факторы екенін әрбір қазақстандық түсінуі тиіс. Жастардың басымдықтары жүйесінде білім бірінші орында тұруы керек. Егер сіз лайықты білім алып, бәсекеге қабілетті маман болғыңыз келсе, онда сізді номері 2-ші Алматы мемлекеттік гуманитарлық педагогикалық колледжінде күтеді. Біздің мекеме 1980 жылы құрылды. Міне, 40 жыл бойы біздің колледж Алматы қаласындағы мектептер мен мектепке дейінгі мекемелер үшін педагогтарды даярлау бойынша көшбасшы болып табылады. Колледж миссиясы: біз Қазақстан балалары үшін үздік педагогтарды даярлаймыз. Біз келесі мамандықтар бойынша мамандарды даярлаймыз. Бастауыш білім беру мамандығы бойынша бастауыш білім беру мұғалімі біліктілігі 9-шы сынып негізінде оқу мерзімі 3 жыл 10 ай. Шетел тілінен бастауыш білім беру мұғалімі біліктілігі бойынша 9-шы сынып негізінде оқу мерзімі 3 жыл 10 ай. Информатика пәнінен бастауыш білім беру мұғалімі біліктілігі бойынша 9-шы сынып негізінде оқу мерзімі 3 жыл 10 ай. Ағылшынша білімі бар бастауыш білім беру мұғалімі біліктілігі негізінде 9-шы сынып негізінде оқу мерзімі 3 жыл 10 ай. Тәрбиешінің көмекшісі біліктілігі 11-ші сынып негізінде оқу мерзімі 10 ай. Колледжде болашақ мамандарды даярлау бойынша республикалық және халықаралық ынтымақтастық шеңберінде жұмыс жүргізіледі. Ынтымақтастық туралы меморандумдарға қол қойылды. Колледждің оқытушылары мен білім алушылары қалалық, республикалық және халықаралық деңгейдегі семинарларға, ғылыми-практикалық конференцияларға, кәсіби конкурстар мен олимпиадаларға белсенді қатысып, жеңімпаз атанады. 2017, 2018 және 2019 жылдары жаңа ұрпақ білім алушылар командасы республикалық педагогикалық олимпиадада 1-ші орын, ал мектепке дейінгі бөлімнің білім алушылары Паруса мечты 2018-2019 халықаралық кәсіби шеберлік байқауында 1-ші орын алды. 2019 жылы колледж барлық мамандықтар бойынша 5 жылға институционалдық және мамандандырылған аккредиттеуден өтті. Біз номері 2-ші Алматы мемлекеттік гуманитарлық педагогикалық колледжінде білім алған барлық түлектеріміздің жетістікке қол жеткізетініне сенімдіміз. Материалдық техникалық базасы
халықаралық деңгейдегі құрылғылармен жабдықталған қаламыздағы бәсекеге қабілетті колледждердің бірі Алматы электромеханикалық колледжі өз таныстырылымын ұсынады. Алматы электромеханикалық колледжі кәсіптік білім беретін оқу орны ретінде 2002 жылы құрылып, өзінің алғашқы қарлығаштарын 2005 жылы ұшырған екен. Содан бері 10 мыңға тарта мамандар даярлап, қазіргі күні олар республикамыздың әр өңірінде табысты қызмет етуде. Колледж қазіргі күнге еңбек нарығына қажетті 4 мамандық бойынша құзыретті мамандар даярлайды. Атап айтар болсақ, электр жабдықтары, электромеханикалық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану, дәнекерлеу ісі, автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану мамандықтарын үйретіп, олардан шебер маман қалыптастырады. Күндізгі бөлімнің түлектерін жұмысқа орналастыру 96%-ды құрайды. Оқу орындасын тамамдаған түлектердің басым бөлігі Алматы қаласындағы өндіріс мекемелеріне жұмысқа орналасады. Колледжде жыл сайын World Skills чемпионатының іріктеу кезеңі өтеді. Іріктеу кезеңіне нәтиже көрсеткендер аймақтық кезеңге қатысып, 2018 жылдан бері 1-ші, 2-ші, 3-ші орындарды иеленіп келеді. 2020 жылы жас маман жобасы аясында біздің колледждің электр және электромеханикалық жабдықтар мамандығы бойынша материалдық техникалық база жаңарып, 14 оқу жаттығу стендтері, 9 өндірістік құрылғылар, 5 орг техникамен жабдықталды. Білім алушылардың өндірістік тәжірибелері Алатау жарық компаниясы, Алматы электромеханикалық зауыты, Элкас, Subaru Motors Алматы, Hyundai Premium Алматы, Mega Motors, корпорация Сайман сияқты Алматы қаласының айтулы өндіріс орындарында өтеді. Құрметті түлектер, егер сіз нарыққа қажетті, сұранысқа ие, бәсекеге қабілетті маман боламын десеңіз, онда сіздің талаптарыңызға Алматы электромеханикалық колледжі толықтай сай келеді. Келесі бейне таныстырылым Қазақстандағы полиграфия саласында мамандар даярлайтын жалғыз оқу орны болып табылатын. Ресей Федерациясы, Қытай, Жапония, Германия, Франция елдерімен белсенді халықаралық ынтымақтастық жүргізіп отырған Алматы полиграфиялық колледжі туралы болмақ. Көз алдыңызға елестетіп көріңізші. Сізді бір досыңыз іс-шараға шақырып, қолыңызға ерекше талғаммен жасалған шақыру билетін ұсынды. Немесе сіз тойға бардыңыз, онда тойбастарды керемет әдемі қорапшада таратып жатыр. Баннерлер, плакаттар, сыйға арналған қорапшалар, ағаштан, әйнектен және былғарыдан жасалған бағалы бұйымдар. Ал мұның бәрін сіз өз қолыңызбен жасай алатыныңызды білесіз бе? Және де халқымыздың ең қымбат қазынасы кітап. Кітап басып шығара аласыз. Алматы полиграфия колледжі Қазақстандағы полиграфия саласының жоғары білікті мамандарын даярлайтын бірден-бір оқу орны. Мұнда хаб орталық, Juniorstown жастар орталығы, 300 орындық асхана, спорт залы, ашық спорт алаңдары, оқу өндірістік шеберханалар, басуға дейінгі басу және басудан кейінгі процесстер зертханасы, 3D басылым зертханасы, инновациялық полиграфия зертханасы жұмыс істейді. Сонымен қатар виртуалды офсетті баспа симуляторымен жабдықталған. Біздің түлектер дизайнерлер, баспагерлер, түптеушілер, копирайтерлер, операторлар және жабдықтарды монтаждаушылар. Колледж белсенді түрде World Skills стандарттары бойынша байқауларға қатысады. Байқаулар Казань, Рыбинск, Таллин, Алматы және Мәскеу қалаларында өтеді. Біздің студенттер жыл сайын Германияның Гейдельберг компаниясының өндірістік базасында, сонымен қатар Франция мен Қытайда тәжірибеден өтеді. Оқу ордасының ең басты айырмашылығы теориядан гөрі тәжірибеге көбірек мән береді. Еліміздің ең ірі баспаханалары мен жарнамалық компанияларында тәжірибеден өтіп, жұмысқа орналасу мүмкіндігі зор. Біз шетелде білім алғысы келетін жастардың арманына жетуіне көмектесеміз. Өйткені Ресейдің ең мықты оқу орындарымен серіктеспіз. Біз қаржылық жағдайдың сапалы білім алуға кедергі болғанын қаламаймыз. Біз сапалы әрі қолжетімді білім беру үшін құрылғанбыз. Алматы полиграфия колледжі. Сапалы білім, мемлекеттік шәкіртақы,
бір мезгіл тегін түскі ас, жатақхана, жарқын студенттік өмір және табысты болашақ. Біз сені күтеміз. WorldSkills чемпионатының қалалық, республикалық, халықаралық кезеңдерінің жеңімпаздары білім алып жүрген Алматы көпсалалы колледжінің бейнеролигін назарларыңызға ұсынамыз. Қабыл алыңыздар. Құрметті талапкер, 80 жылдық тарихы бар еліміздің техникалық және кәсіптік білім беретін алдыңғы қатарлы ең үздік оқу орындарының бірі Алматы көпсалалы колледжі сіздерді 9 мамандық бойынша оқуға шақырады. Сіз біздің колледжімізде модульдік оқу бағдарламалардың негізінде әрі дуалды оқыту жүйесі арқылы мына мамандықтардың иесі болып шыға аласыз. Олар жиһаз өндірісі, тоңазытқыш компресsoрлық машиналар мен қондырғыларды пайдалану мен монтаждау, автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану, графикалық және мультимедиалық дизайн, басқаруды құжаттамалық қамтамасыз ету және мұрағаттану, бағдарламалық қамтамасыз ету, есеп және аудит, аударма ісі және маркетинг. Колледжіміздің жетістігі студенттеріміздің жетістігі. Себебі сапалы білім мен саналы тәрбие берумен қатар ұмытылмас студенттік өмірді ұйымдастыруды өз міндеті санайтын колледжіміздің педагогикалық ұжымы әр студентінің жеткен жетістігімен мақтанады. Олар әртүрлі өнер сайыстарының, спорттық жарыстардың, әдеби оқулардың, пәндік олимпиадалардың, WorldSkills чемпионатының қалалық, республикалық, халықаралық кезеңдерінің жеңімпаздары және колледжімізде Қазақстан Республикасы мәдениет және өнер қайраткері Қаниева Сәуле Қапарқызы жетекшілік ететін Сарыарқа ұлт аспаптар оркестрі бар. Алматы көпсалалы колледжі өз студенттерін мемлекеттік тапсырыс бойынша тегін гранттармен оқытады. Күнделікті бір реттік ыстық тамақпен қамтамасыз етеді. Әр мамандыққа байланысты жетекші өндіріс орындарынан практикадан өткізеді. Ең бастысы, оқу бітірген соң 100% жұмыспен қамтиды. Біздің әлеуметтік серіктестеріміз Мислеп өндіруші компаниясы, Алматы жиһаз, ДСП центр, Шинлайн, Век Алсан жауапкершілігі шектеулі серіктестері, Атамекен Қазақстан Республикасы ұлттық кәсіпкерлер палатасы, Магнум сауда орталығы, Xfinity Technologies and Solutions. Біздің мекен жайымыз Алматы қаласы, Жандосов көшесі 63, телефон нөмірі 265-21-20, 309-59-44, 309-29-20. Алматы көпсалалы колледжі көп векторлы болашақтың кепілі. Өйткені бұл колледжде оқып, білім алып шыққан студенттер еліміздің түкпір-түкпірінде әр салада қызмет атқарып жүрген білікті маман, табысты кәсіпкер, әрі өз елінің нағыз патриоттары. Бүткіл кеңес одағына танымал Алматы кеңестік сауда техникумының заңды мұрагері Алматы мемлекеттік бизнес колледжімен танысуға шақырамыз. Алматы мемлекеттік бизнес колледжі. Колледж миссиясы дәстүрді сақтай отырып, инновацияларды енгізу арқылы бизнеске бейімделген кәсіпкерлердің жаңа ұрпағын дайындау. Колледж техникалық және кәсіптік білім беру саласындағы Қазақстанның көне оқу орындарының бірі. 70 жылдан астам уақыт бойы бизнес саласының тәжірибелік дамуына бағытталған мамандарды дайындап келеді. Біздің колледж тамақтандыру, қызмет көрсету, қаржы және ақпараттық технология салалары үшін орта буын мамандарын дайындау аумағындағы лидер. 2019 жылдың қыркүйек айынан халықаралық сапа стандартына сәйкес білім беру үрдісінің сапа менеджменті жүйесі жұмыс атқарады. Және 2019 жылдың мамыр айында колледж халықаралық мамандандырылған және институционалды аккредитациядан өтті. Негізгі орта білім базасындағы 9-шы сыныптан кейінгі мамандықтар: есеп және аудит, квалификация бухгалтер, банк және сақтандыру ісі, квалификация банк операциялары жөніндегі менеджер, менеджмент қолдану салалары бойынша, квалификация менеджер, маркетинг салалар бойынша, квалификация мерчендайзер жұмысшы біліктілігі, маркетолог,
бағдарламалық қамтамасыз ету түрлері бойынша квалификация, бағдарламалық қамтамасыздандыруды құрастырушы, нан пісіру, макарон және кондитер өндірісі, квалификация, наубайшы жұмысшы біліктілігі, техник-технолог, тағам өндірісінің технологиясы, квалификация, тағамдық жартылай өнімдер дайындау желісінің операторы, техник-технолог, тамақтандыруды ұйымдастыру, квалификация, аспазшы жұмысшы біліктілігі. Жалпы орта білім базасындағы 11-ші сыныптан кейінгі мамандықтар: есеп және аудит, квалификация, бухгалтер, менеджмент, қолдану салалары бойынша квалификация, менеджер, тағам өндірісінің технологиясы, квалификация, техник-технолог. Колледж WorldSkills халықаралық қозғалысында 9 құзыреттілік бойынша қатысады. Оқытушылар мен өндірістік оқыту шеберлерінің WorldSkills ұлттық эксперт статусы бар. Біздің колледждің студенттері аумақтық және республикалық WorldSkills чемпионаттарында жүлделі орындарды иеленіп жүр. Колледж зертханаларды инновациялық жабдықтармен қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін Жас маман халықаралық жобасына қатысуда. Жас маман жобасының мақсаты колледжді модернизациялау және білікті мамандар дайындаудың халықаралық тәжірибесін өндіру. Дуалды оқытудың жүйесімен 300-ден астам студенттер мына мамандықтар бойынша оқиды: тағам өндірісінің технологиясы, нан пісіру, макарон және кондитер өндірісі, бағдарламалық қамтамасыз ету. Біз еңбек нарығындағы ірі және сұраныстағы серіктестермен тығыз байланыста жұмыс істейміз. Түлектердің жұмыспен қамту көрсеткіші соңғы 3 жылда 92%-ды құрайды. Колледжде тегін оқыту, сұранысқа ие мамандықтар, ыстық тамақпен қамтамасыз ету және қоғамдық көлікте жол жүру жеңілдігі. Ары қарай жұмыспен қамтумен қаланың ең үздік компаниялары мен мейрамханаларында тәжірибе мен тағылымдардан өту. 200 орынды жайлы студенттер жатақханасы, спорт кешені сынды ерекшеліктер бар. Біздің мекенжай Алматы қаласы, Шевченко көшесі 95, Масанчи қиылысы. Алматы мемлекеттік бизнес колледжі. Бұл жетістікке апарар жол. Жаңа үлгідегі оқу өндірістік бірлестігі шығармашылық тұлғаны дамыту үшін стартап алаңдары бар Алматы мемлекеттік жаңа технологиялар колледжі бейнеролигін бірге көрейік. Алматы мемлекеттік жаңа технологиялар колледжі оқу орындары нарығында 20 жылдан астам жұмыс атқарып келеді. 2019 жылдың маусым айында колледж халықаралық мамандандырылған аккредиттеуден өтті. Қазіргі таңда халықаралық талаптарға сай жұмыс істейді. Колледж миссиясы: кадрларды даярлаудың халықаралық стандарттарын ескере отырып, өндіріс пен бизнестің үнемі өзгеріп отыратын талаптарын негізге ала отырып, еңбек нарығында автомобиль көлігі және жеңіл өнеркәсіп саласында сұранысқа ие мамандарды даярлау. Біздің мамандықтар: автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану мамандығы бойынша техник-механик, автомобиль көлігін жөндеу шебері біліктіліктері, радиоэлектрондық көлік жабдықтарын пайдалану және техникалық қызмет көрсету мамандығы бойынша техник-электроншы біліктілігі, тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу мамандығы бойынша модельер, конструктор біліктілігі, автомобиль көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару мамандығы бойынша техник біліктілігі бойынша білім беріледі. Колледжде заманауи инфрақұрылым құрылған. Жастар ісі жөніндегі комитет, стартап алаңы, Wi-Fi, студенттер жатақханасы, асхана, мәжіліс залы, спорт алаңы, 3 заманауи жабдықталған оқу өндірістік орталық, мотор цехтары, компьютерлік диагностика учаскесі, заманауи кестелеу және тігін машиналары, автокөліктің электр жабдықтары мен электрондық жүйелері зертханасы. Колледжді бітіргеннен кейін түлектер оқуын республиканың жоғарғы оқу орындарында жалғастыруға мүмкіндігі бар. Колледж WorldSkills чемпионатының 2 құзыреттілігі бойынша өңірлік орталық және жаттығу лагері болып табылады. WorldSkills Қазақстан чемпионаттарында белсенді қатысып, жүлделі орындарға ие болды. Колледж студенттері WorldSkills Корея чемпионатында еліміздің туын көтерді. Қазіргі уақытта колледжде жас маман техникалық және кәсіптік білім беру жүйесі дамыту жөніндегі мемлекеттік жобасын іске асыруға дайындықтар жүріп жатыр. Ағымдағы оқу жылында студенттер жаңа оқу зертханаларында халықаралық стандарттарға сәйкес білім алады. Біздің әлеуметтік серіктестеріміз ең танымал әлемдік брендтер болып табылады. Porsche, Audi, Toyota, Hyundai, Subaru орталықтары, Mega Motors, Semira Mida, Glassman,
Зибро, даму логистик және тағы басқалары. Аталған орталықтарда студенттер тәжірибеден өтіп жұмыс. Шойын жолдарды бағындырып, бір ғасырға жуық уақыт аралығында бірнеше мыңдаған темір жолшылардың қанатын қатайтқан Алматы мемлекеттік көлік және коммуникациялар колледжі туралы бейнероликті сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Құрметті талапкер, 90 жылдық тарихы бар Алматы мемлекеттік көлік және коммуникациялар колледжі 6 мамандық бойынша тегін оқу түріне шақырады. Құрметті талапкер, егер сіз болашақ мамандығыңызды біздің колледжбен байланыстырсаңыз, алдыңыздан жарқын жол ашылатынына кәміл сендіре аламыз. Колледж оқу ғимараты соңғы үлгіге сай жабдықталған. Студенттерге жайлы орын, көтеріңкі көңіл күй сыйлайтын номері 1 және 2 жатақханалар. Республика көлеміндегі оқу материалдарына ең бай бірінші орында тұрған кітапхана. Жас маман жобасы бойынша заманауи оқу өндірістік зертханасы жабдықталса, салауатты өмір салтын қамтамасыз ететін спорт комплекс есіктері сіздер үшін әрдайым ашық. Біздің мамандықтар темір жолдың электромеханикалық жүйелерін электрмен жабдықтау, пайдалану, техникалық қызмет көрсету және жөндеу. Темір жолды тартуға арналған жылжымалы құрамын пайдалану, техникалық қызмет көрсету және жөндеу. Темір жол құрылысы, жол және жол шаруашылығы, автоматика, телемеханика және темір жол көлігіндегі қозғалысты басқару, темір жол көлігіндегі тасымалды ұйымдастыру және қозғалысты басқару, тепловоз машинистінің көмекшісі. Осындай мамандықтарды игере отырып, колледжіміздің студенттері қалалық, республикалық, халықаралық конкурстар мен олимпиада жүлдегерлері. Атап айтқанда, World Skills жобасы бойынша жүлделі орынға ие. Біздің серіктестер Қазақстан темір жолы, Тулпар Тальго заводы, Қамқор вагон, Туран экспресс, Каз темір транс. Мекен жайымыз Алматы қаласы, Жамбыл көшесі 102, байланыс номері 8 727 293 08 96. Қапы қалмаңыз, жарқын болашақ өз қолыңызда. Кезекті бейнероликте сән индустриясына, сұлулыққа және аспаз өнері әлеміне жол ашқан, айналасын сұлулыққа, әсемдікке бөлейтін Алматы сән және дизайн колледжі назарларыңызда. Мамандық пен білімді таңдау адам өміріндегі маңызды тәжірибе болып табылады. Барлық әдемі жаратылыс адам қолымен жасалады. Яғни, кәсіби шеберлік, мамандық, білім және қабілеттің үйлесімділігі. Талант, қабілет сияқты адами қасиеттері ешқашан өзгермейді. Олардың маңыздылығы бұрынғыдай болып қала береді. Алматы сән және дизайн колледжі сән индустриясына, сұлулыққа және аспаз өнер әлеміне жол ашады. Біздің студенттеріміздің әрқайсысы өз шығармашылығынан өзін таба алады және айналасын сұлулыққа бөлейді. Өйткені олар өз кәсібінің арқасында сұлулық пен өнердің тасымалдаушысы болып табылады. Колледжіміздің миссиясы тамақ және жеңіл өнеркәсіп, сондай-ақ қызмет көрсету саласы үшін еңбек нарығында жоғары білікті және сұранысқа ие орта деңгейлі мамандарды даярлау. 74 жыл бойы колледж Алматы қаласының кәсіпорындарына 22 мыңнан астам түлек шығарды. Колледж қызықты және сұранысқа ие мамандықтардың арқасында ғана емес, сонымен қатар білім беру процесіне заманауи технологиялық көзқараспен, заманауи материалдық техникалық базаның болуымен, оны бітіргеннен кейін жұмысқа орналасудың кең мүмкіндіктерімен де айрықша көзге түседі. Колледж талапкерлерді таңдау үшін келесі мамандықтарды ұсынады. Тігін өндірісі және киімді үлгілеу, шаштараз өнері және сәндік косметика, тамақтандыруды ұйымдастыру. Колледжде жыл сайын 10 ай оқу мерзімімен 11-ші сынып базасында дуалды оқыту бойынша тігінші біліктілігіне студенттерді қабылдайды. Колледж өндірістік оқыту тәжірибесін өткізу саласында көптеген ұйымдармен шарт жасасқан. Ұлы Абай атамыз айтқандай, егер бай болғың келсе қолөнерді үйрен. Уақыт өте келе байлық кетеді, ал шеберлік қалады. Яғни бүгінде қолөнерді үйрену ең маңызды қажеттіліктердің бірі болып табылады. Өйткені табысты маман болу үшін шығармашылық қиял жеткіліксіз. Маман өзінің шығармашылығы мен шеберлігін жүзеге асыратын саладағы барлық нақтылықты білуі керек. Алматы сән және дизайн колледжі
2021 жылы жас маман бағдарламасы бойынша республиканың 180 үздік колледждерінің бірі ретінде енді. WorldSkills қалалық чемпионатына қатысты. Колледжде арнайы оқыту пәндері меншікті заманауи құралдармен жабдықталған шеберханалар мен зертханаларда жүргізіледі. Колледжімізде 23 аудиторияда мультимедиалық оқыту құралдары бар. Колледж базасында студенттерге арналған асхана, медициналық пункт, кітапхана, акт залы, спорт залы жұмыс істейді. Сонымен қатар, заманауи құрал жабдықтармен жабдықталған жаңа оқу ғимараты бой көтерді. Студенттер беделді мамандық біліктілігін заманауи тұрғыда алады. Құрметті достар, сіздерді орта медициналық қызметкерлерді даярлауда және кәсіби дамытуда көшбасшы оқу орындарының бірі бірегейі жоғары медициналық колледжіне оқуға шақырамыз. Алматы қаласы қоғамдық денсаулық басқармасының жоғары медициналық колледжі орта медициналық қызметкерлерді даярлауда және кәсіби дамытуда көшбасшы. Қазақстан Республикасындағы ең көне оқу орны. Келесі мамандықтар бойынша оқыту үшін заманауи материалдық техникалық базаға ие. Мейіргер ісі мамандығы, жалпы практикадағы мейіргер біліктілігі. Пациентке білікті күтім жасауды қамтамасыз ету үшін мейіргерлік процесті ұйымдастыру және жүзеге асыру. Шұғыл және өмірге қауіп төндіретін жағдайларда медициналық көмек көрсету. Мейіргер ісі, массажист біліктілігі, көру қабілеті нашар адамдарға арналған. Емдеу ісі мамандығы, фельдшер біліктілігі, диагностикалық, емдік, реанимациялық, оңалту іс-шараларын орындайды. Шұғыл жағдайларда дәрігерге дейінгі шұғыл көмек көрсетеді. Акушерлік іс мамандығы, акушер біліктілігі, пациенттерді диагностикалық зерттеулерге, жоспарлы, шұғыл және шұғыл операцияларға дайындайды. Жүкті, босанатын, босанған, жаңа туған және гинекологиялық науқастарды тексереді. Физиологиялық босануды жүргізеді. Зертханалық диагностика мамандығы, медициналық зертханашы біліктілігі, зертханалық және аспаптық зерттеудің заманауи әдістерін қолдану арқылы диагностика жасау. Фармация мамандығы, фармацевт біліктілігі, дәріханада дәрі-дәрмектерді дайындайды, дәрі-дәрмектерді сатады, дәрігердің рецептісіз босатылатын дәрі-дәрмектерді қолдану бойынша кеңес береді. Стоматология мамандығы, дантист біліктілігі, стоматологиялық күтім көрсетеді және дәлелді білім негізінде шешім қабылдайды. Ортопедиялық стоматология мамандығы, тіс технигі біліктілігі, металл керамиканы, штифті тістердің қарапайым құрылымдарын, көпір тәріздес бүйгелді және алмалы-салмалы пластиналы протездерді қоса алғанда тәждердің әртүрлі түрлерін дайындайды. Гигиенист эпидемиолог мамандығы, гигиена және эпидемиология біліктілігі, апат ошақтарында санитарлық, гигиеналық және эпидемияға қарсы іс-шараларды жүргізеді. Кәсіпорындарға, мектепке дейінгі балалар және мектеп мекемелеріне, коммуналдық объектілерге және емдеу алдын алу ұйымдарына ағымдағы санитарлық қадағалауды жүзеге асырады. Халықты гигиеналық оқыту және тәрбиелеу бойынша жұмыс жүргізеді. Инклюзивті білім беру үшін жағдай жасалған. Біздің студенттер ғылыми конференцияларға, халықаралық және республикалық конкурстарға, олимпиадаларға белсенді қатысады. Көбінесе жеңімпаздар мен жүлделі орындардың иегерлері болып табылады. Талапкерлерді қабылдау конкурстық негізде жүзеге асырылады. Конкурс білім туралы құжатқа және психометриялық тестілеу нәтижесі бойынша алынған бағаларға сәйкес міндетті және бейінді пәндер бағаларының орташа конкурстық балы бойынша өткізіледі. Біздің колледж студенттерді практикадан өткізеді. Сондай-ақ Алматы қаласының жетекші медициналық ұйымдарына жұмысқа орналасу мүмкіндік береді. Біздің мекен жайымыз Алматы қаласы, Чайкина 12А көшесі. Телефон 387-00-60. Біздің интернет ресурсымыздың мекен жайы www.medcollege.kz. Алматы қаласындағы тұрғын үй коммуналдық шаруашылығының инженерлік жүйелеріне қызмет көрсету үшін мамандар даярлайтын жалғыз оқу орны Алматы құрылыс техникалық колледжімен таныс болыңыздар.
Алматы құрылыс техникалық колледжі студенті атанып, жарқын болашаққа қадам бас. Алматы құрылыс техникалық колледжі 1969 жылы құрылған. Колледж өзінің бастапқы мақсатын құрылыс саласында жұмысшы кадрларды даярлау бағытын сақтап қалды. Колледж 52 жылдан астам уақыт құрылыс, жиһаз өндірісі, автокөлік, электротехника салалары үшін кадрлар даярлап келеді. Колледждің мақсаты білім беру мекемесінің тиімділігін арттыру және республиканың құрылыс, жиһаз, энергетика, дәнекерлеу ісі және көлік саласындағы мамандарының еңбек нарығында сұранысқа ие мамандардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру. Біздің мамандықтар ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану, құрылыс шебері біліктілігімен, дәнекерлеу ісі, электр газымен дәнекерлеуші біліктілігімен, тұрғын үй коммуналдық шаруашылық объектілерінің инженерлік жүйелерін монтаждау және пайдалану, қызмет көрсету шебері біліктілігімен, жиһаз өндірісі, жиһаз өндірісінің шебері біліктілігімен, автомобиль көлігіне қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану, автоэлектрик біліктілігімен, электромеханикалық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану, электр жабдықтарын монтаждаушы біліктілігімен, есептеу техника және ақпараттық желілер, компьютерлік аппараттық қамтамасыз ету операторы біліктілігімен және бар мамандықтар бойынша оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Колледж аймақтық құзыреттілік орталығы және төмендегі құзыреттері бойынша жаттығу лагері болып табылады. Құрғақ құрылыс және сылақ жұмыстары, сырлау және сәндік жұмыстар, дәнекерлеу ісі, жиһаз өндірісі, ағаш ұстасы, ішкі санитарлық техникалық құрылғыларды, желдеткіштерді және инженерлік жүйелерді монтаждау және пайдалану. Колледж студенттері WorldSkills еуропалық және әлемдік чемпионатының қатысушылары болып, бірнеше рет республикалық чемпионаттарда жүлделі орындарға ие болды. Жас маман жобасы. Біздің колледж мәңгілік ел жастары индустрияға мемлекеттік бағдарламасын іске асыру шеңберінде іске қосылған жас маман жобасына қатысушысы болды. Жобаның мақсаты еңбек нарығында сұранысқа ие мамандықтар бойынша білікті кадрларды даярлау. Жас маман жобасын іске асыру шеңберінде колледж республикалық бюджет қаражаты есебінен 5 шеберхананы, слесарлық, құрғақ құрылыс, дәнекерлеу шеберханасы, жиһаз өндірісінің 2 шеберханасы және 2 арнаулы технология кабинетін кадрлар даярлаудың халықаралық стандарттарына сәйкес келетін жабдықпен жарақтандырды. Материалдық техникалық база. Колледжде 33 оқу аудитория, 3 зертхана, 10 оқу өндірістік шеберхана және де асхана бар. Бүгінгі таңда АқтК Алматы қаласының 100-ден астам ұйымдарымен және кәсіпорындармен тығыз жұмыс істейді. Колледждің әлеуметтік серіктестері Каспий банк, Базис А, ДСП центр, КНАУФ, Қазақстан Республикасының ұлттық кәсіпкерлер палатасы, Атамекен, Буран Бойлер ЛЛП, Алматинская мебельная фабрика, АО МАК, Алматы Горстрой. Біздің байланыс ақпараттарымыз: Алматы қаласы, Сайна көшесі 32, Қабдолов көшесінің қиылысы. Қабылдау комиссиясының жұмыс уақыты: жұмыс күндері сағат 9:00-ден 17:00-ге дейін, сенбі күні сағат 9:00-ден 13:00-ге дейін. 2013 жылы Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті, елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасымен ашылған қалалық көлік мамандарын даярлайтын Алматы жолаушылар көлігі және технологиялар колледжі туралы бейнероликті бірге тамашалайық. Алматы жолаушылар көлігі және технологиялар колледжі. Колледж 2013 жылы ашылды. Колледж миссиясы қазіргі заманғы еңбек нарығының талаптарына сай өз қызметінде құзыреттілікке көшбасшылық қасиеттері бар жоғары білікті маманды кәсіби даярлау. Колледж келесі мамандықтар бойынша мамандар даярлайды. Кәсіби шеберлік дағдыларын жетілдірудің тағы бір жаһандық орталығы WorldSkills чемпионаты. Біздің студенттеріміз 2016 жылдан бастап түрлі құзыреттіліктер бойынша қалалық чемпионаттарда жүлделі орындарға ие болып келеді. Халықаралық тәжірибені енгізу мақсатында колледж заманауи брендтік жабдықтармен жабдықталып, токарлық іс және металл өңдеу мамандығы бойынша жас маман жобасын іске асыруда. 2017 жылдан бастап білікті және сауатты түлекті даярлау мақсатында колледж дуальды оқыту тәжірибесін апробациялауда. Оқыту барысында студенттер теория мен кәсіпорындағы өндірістік тәжірибені ұштастыруда. Алматы жолаушылар көлігі және технологиялар колледжі инновациялық технологияларды енгізуде алдыңғы қатарлы алаң болып табылатын заманауи колледж. Колледжде 35 оқу кабинеті, 11 шеберхана,
техникалық қызмет көрсету станциясы бар. Сонымен қатар спорт зал, жазғы спорт алаңы, тренажер залы, кітапхана, акт залы, асхана орналасқан. Сапалы өндірістік тәжірибені ұйымдастыру мақсатында колледж Алматы Электротранс, Nissan Центр, Mercedes-Benz, Астана Моторс, сұлулық индустриясы қауымдастығы, Промет, Казэспоен сияқты ірі компаниялармен бірлесе жұмыс істейді. Олар еңбек нарығының тез өзгеруіне оңай бейімделетін бәсекеге қабілетті мамандарды қалыптастыруға ықпал етеді. Біздің байланыстар Алматы қаласы, Түрксіб ауданы, Дегдар көшесі 10-3, телефоны 8727 383 76 57. Лайықты білім, табысты мансап. Алпыс жыл бойы туризм, қонақ үй, мейрамхана бизнесі, тамақ және қайта өңдеу өнеркәсібі саласында сапалы, бәсекеге қабілетті білім беруді қамтамасыз етіп келе жатқан туризм және қонақжайлылық индустриясы колледжімен таныс болыңыздар. Туризм және қонақжайлылық индустриясы колледжі. Колледж миссиясы нарық талаптарына сай халықаралық стандарттар деңгейіндегі білікті мамандар дайындау. Туризм және қонақжайлылық индустриясы колледжі 60 жыл бойы туризм, қонақ үй, мейрамхана бизнесі, тамақ және қайта өңдеу өнеркәсібі саласында сапалы бәсекеге қабілетті білім беруді қамтамасыз етіп келеді. Колледжде ISO 9001 сертификатталған сапа менеджмент жүйесі 7 жылдан бері жұмыс істейді. 2020 жылғы қараша айында колледж аккредиттеу және рейтингілеудің тәуелсіз агенттігімен қайтадан 5 жылға аккредиттеуден өтті. Колледж мамандықтары мен біліктіліктері. Тамақтандыруды ұйымдастыру мамандығы бойынша кондитер, безендіруші, аспазшы, технолог біліктіліктері бар. Тамақтану саласында қызмет көрсетуді ұйымдастыру мамандығы бойынша даяшы, бармен, бариста біліктілігі бар. Нан пісіру, макарон және кондитер өндірісінде кондитер біліктілігі оқытылады. Қонақ үй бизнесі, әкімші, супервайзер, туризм мамандығы бойынша саяхат жүргізуші, туристік агент, туризм менеджері, менеджмент, қолдану салалары бойынша менеджер біліктілігі бар. Колледждің материалдық техникалық базасы. Колледж заманауи инновациялық құрал жабдықтармен жабдықталған. Бұл аспазшы, кондитер, мейрамханалық қызмет құзыреттіліктері бойынша ресурстық орталықтар ашуға мүмкіндік береді. Бүгінгі таңда үнемі өзгеріп жатқан әлемде білім алушыларды өмірге дайындау көбінесе колледждің жабдықталуына байланысты болып табылады. Жас маман жобасының аясында колледжде 2020 жылы WorldSkills халықаралық чемпионатының талаптарына сай келетін Apache инновациялық технологиялық құралдары орнатылды. Барлық оқу кабинеттері оқу процесі заманауи деңгейде өткізуге мүмкіндік беретін интерактивті, мультимедиалық және басқа да құралдармен жабдықталған. Колледж WorldSkills чемпионатының 5 құзыреттілігі бойынша аймақтық орталық және жаттығу лагері болып табылады. Инженерлік педагогикалық қызметкерлер ұлттық және халықаралық сарапшылар мәртебесін иеленген. Колледж студенттері бірнеше рет WorldSkills аймақтық, республикалық және халықаралық чемпионаттарының жеңімпаздары болды. Белоносов Сергей WorldSkills Russia, Казань қаласы халықаралық чемпионатының Сан-Паулу, Бразилия қаласында өткен WorldSkills халықаралық чемпионатының жеңімпазы болып табылады. Әлемдік үздік 30 аспаздар қатарына енген. Колледждің әлеуметтік серіктестері: Қазақстан туристік ассоциациясы, қаладағы ең ірі мейрамханалар, Риксис, Рахат Палас қонақ үйлері, Metro Cash and Carry және тағда басқа көптеген әлеуметтік серіктестеріміз бар. Колледж Алматы қаласы, Чайковский 7 көшесінде орналасқан. Әлеуметтік желілер: колледждің сайты kitik.kz, Instagram желісі kitik official және Facebook парақшасы. Экранда тұрған QR-кодты телефондарыңызға енгізетін болсаңыздар, тікелей колледждің мамандықтар тізіміне өте аласыздар. Болашақ қазір және осы жерде басталады. 80 жылдық тарихы бар сенімді білім ордасы Алматы телекоммуникация және машина жасау колледжі талапкерлерге өз бейне таныстыруын ұсынады. Құрметті талапкер, сіздерді Алматы телекоммуникация және машина жасау колледжі оқуға шақырады. Сонау 1940 жылы ең алғаш радистер даярлап бастаған оқу орны бұл күнде кәсіптік білім саласында көптеген мамандар даярлауда. Колледж миссиясы заманауи еңбек нарығының талаптарына сәйкес келетін телекоммуникация және машина жасау кәсіпорындары үшін бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау. Біздің мамандықтарымыз автомобиль көлігіне қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану, автокөлікті жөндеу слесарі біліктілігі, дәнекерлеу ісі түрлері бойынша
біліктілігі газбен және электрмен дәнекерлеуші. Өндірістегі электрлік механикалық жабдықтар біліктілігі электр жабдықтарын жөндейтін және қызмет көрсететін электромонтер. Токерлік ісі және металл өңдеу біліктілігі кең бейінді станокшы. Радиоэлектроника және байланыс түрлері бойынша біліктілігі пошта байланыс операторы. Электр байланысы мен желімен хабарлау желілік құрылыстарын пайдалану біліктілігі байланысты монтаждаушы кабельші және электр байланысы және желімен хабарлау желілік құрылыстарының электромонтері. Тура осы мамандық бойынша колледж жас маман проектісіне қатысуда. Колледжде оқу мерзімі 9 сыныптан кейін 2 жыл 10 ай, 11 сыныптан кейін 10 ай. Колледж білім алушылары жылма-жыл World Skills жобасына қатысып, жүлделі орындардан көрініп келеді. Біздің серіктестеріміз Қазақтелеком, Қазпочта, Вираж автосервисі және басқалар. Колледж білім алушылары өздерінің өндірістік практикаларын осы өндіріс орындарынан өтеді. Жыл сайын 350 білім гранты бөлінеді. Білім алушылар қалалық, республикалық деңгейдегі түрлі сайыстарға қатысып, жүлделі орындардан көрінуде. Колледж аумағында жайлы, жарық спорт зал және спорт алаңы орналасқан. Білім алушыларға бір мезгіл ыстық тамақ беріледі. 30 мыңнан аса кітап қоры бар, кітапхана жұмыс жасайды. Білімді әрі тәжірибелі 100-ден астам ұстаздар қызмет атқарады. Жетекші білім беру ұйымдарының бірі Алматы мемлекеттік сервис және технологиялар колледжі ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар студенттерді оқытумен айналысатын бірден бір колледж. Олай болса, бейнероликті назарларыңызға ұсынамыз. Еңбек нарығындағы қазіргі және болашақ қажеттіліктерге жауап беретін жоғары білікті маман болуды жоспарладыңыз ба? Онда сізді Қазақстан Республикасының жетекші білім беру ұйымдарының бірі, тарихи ұлттық сананың сапалы серпіліс жасаған кезеңі, 20 ғасырдың 50 жылдарында негізі қаланған, ширек ғасырлы тарихы бар Алматы мемлекеттік сервис және технологиялар колледжі күтеді. Колледж жеңіл өнеркәсіп саласында қоғамның зияткерлі мамандарын, ақпараттық технологияларын, сонымен қатар еліміздің алдыңғы қатарлы бизнес және сервис саласындағы кәсіпорындарға болашақ ізденімпаз мамандар дайындауды басты негізге ала отырып, келесі мамандықтар бойынша ақысыз оқуға қабылдайды. Шаштараз өнері, тігін өндірісі және киімді үлгілеу, туризм, қонақ үй бизнесі, бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығы. Оқу мерзімі 9 сынып негізінде 3 жыл 10 ай, 11 сынып негізінде 2 жыл 10 ай. Оқу қазақ және орыс тілдерінде жүргізіледі. Колледждің маңызды міндеттерінің бірі түлектерді одан әрі жұмысқа орналастыру болып табылады. Колледж қызметінің маңызды бағыттарының бірі сұраныс нарығын, жұмыс берушілердің қажеттіліктерін зерттеу. Бұл бағытта үлкен жұмыстар атқарылуда. Сонымен қатар Қазақфильм акционерлік қоғамы, Семирамида тігін фабрикасы, Қазақстандық туристік қауымдастық, Holiday Inn, Риксіз қонақ үйлері, Қазпочта, ұлттық ақпараттандыру орталығы сынды Алматы қаласының ірі кәсіпорындары мен ынтымақтастық орнатылған. Жыл сайынғы World Skills чемпионатында біздің балалар өздерінің білімдері мен дағдыларын көрсетеді. Олар тек Алматы қаласында ғана емес, Қазақстан мен Беларусь Республикасында да жүлделі орындарға ие. Бірлескен оқытуды бүкіл әлемдік қауымдастық ең ізгілікті және тиімді деп таныды. Республикада инклюзивті білім беру бойынша біздің колледж алғашқы болып табылады. Шаштараз өнері және тігін өндірісі және киімдер үлгілеу мамандықтары бойынша ерекше оқытуды қажет ететін балаларды тегін үстеме шәкіртақы негізінде оқуға қабылдайды. Назар аударыңыз, біздің колледж Алматы қаласының орталығында, ыңғайлы мекенжайда орналасқан және заманауи материалдық техникалық базамен қамтылған. Көп мобильді заманауи акт залы, әдемі заманауи интерьері бар 50 орындық конференц залы, ресурстық орталық шаштараз өнері мамандығының визит карточкасы болып табылады. Оқу залы және өзіне өзі қызмет көрсету аймағы бар, компьютерлік техникамен жабдықталған кітапхана,
спорттық сауықтыру жұмыстары үшін спорт зал, жазғы спорт алаңы, заманауи талаптарға сай жабдықталған шағын қонақ үй нөмірі. Сондай-ақ колледжде оқушылардың тәжірибеден өтуі үшін кәсіби жабдықталған 4 тігін шеберханасы және 2 сұлулық салоны бар. Егер сіз армандаған мамандығыңыз біздің колледжден тапсаңыз, онда батыл қадаммен Алматы мемлекеттік сервис және технологиялар колледжіне қош келдіңіз. Біздің мекен жайымыз Алматы қаласы, Сәтбаев көшесі 86. Сізге сервис және тамақ өндірісі саласында сұранысқа ие мамандықтарды алуға көмектесетін Алматы сервистік қызмет көрсету колледжі туралы ақпаратпен таныс болыңыздар. Алматы сервистік қызмет көрсету колледжі. Қызмет көрсету саласы мен тамақтану индустриясы мамандарын даярлаудағы жетекші колледждердің бірі. Колледждің іргетасы 1975 жылы құрылды және 45 жыл ішінде 13 мыңнан астам түлек Қазақстанның еңбек нарығын толықтырды. 2016 жылдан бастап колледжде ISO 9001 сапа менеджменті жұмыс істей бастады. Колледждің миссиясы еңбек нарығының өзгермелі талаптарын ескере отырып, тамақ индустриясы мен сервис үшін құзыретті мамандарды даярлау болып табылады. Алматы сервистік қызмет көрсету колледжі студенттерді 8 мамандық бойынша оқытады. Қонақ үй бизнесі, қонақ үйдің оперативті менеджері біліктілігі, тамақтану саласындағы қызмет көрсетуді ұйымдастыру, бармен, бариста, метрдотель біліктілігі, тамақтандыруды ұйымдастыру, аспаз, кондитер, технолог біліктілігі, туризм, менеджер біліктілігі, маркетинг, маркетолог біліктілігі, нан пісіру, макарон және кондитер өндірісі, кондитер, наубайшы, технолог біліктілігі, ет және ет өнімдерін өндіру, ет өңдеуші, техник технолог біліктілігі, тамақ өнімдерін өндіру технологиясы, техник технолог біліктілігі. Колледжде орташа оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Алматы сервистік қызмет көрсету колледжі WorldSkills Қазақстан жұмысшы мамандарының чемпионаттарына белсенді қатысты. 2016 жылдан бастап біз бірнеше чемпионаттардың жеңімпаздары атандық. Және 2017 жылы Біріккен Араб Әмірліктерінің Абу-Даби қаласында өткен халықаралық чемпионатқа Қазақстан намысын абыроймен қорғады. 2020 жылдан бастап колледж жас маман техникалық және кәсіптік білім беру жүйесін дамыту жөніндегі мемлекеттік жобаға қатысты. Ағымдағы жылдардың 1 қыркүйегінен бастап студенттер жаңа оқу зертханаларына кіріп халықаралық стандарттарға сәйкес білім алады. Алматы сервистік қызмет көрсету колледжі Ресей, Қырғызстан, Қытай колледждерімен және жоғарғы оқу орындарымен белсенді ынтымақтастық орнатқан. Каспиан академиямен ынтымақтастықтың арқасында біздің студенттеріміз жыл сайынғы тағылымдаманы Түркияның Анадолу жағалауындағы үздік қонақ үйлерінде өтеусіз негізде өтуге халықаралық сервис дағдыларын алуға мүмкіндік алды. Біздің серіктестеріміз қаламыздың ең танымал брендтері Беккер, Магнум, Қазақстан, Риксис, Ланжо қонақ үйлері, Мегапарк, Гранд Парк, Мәскеу сауда орталығы, KFC, Ақсайнан және қаланың көптеген мейрамханалар мен дәмханалар болып табылады. Біздің түлектер осында тәжірибеден өтіп жұмысқа орналасады. Бізді Алматы қаласы, Қабдолов 12 мекен жайынан таба аласыздар. Егер сіздер осы QR кодты сканерлесеңіз, онда біздің сайтқа кіре аласыз. Анықтама телефоны 8707 891 45 32. Мамандықты дұрыс таңдау табысты мансап жолындағы алғашқы қадам. Қаламыздың ең танымал және беделді оқу орындарының бірі болып табылатын Алматы автомеханика колледжі базасында білікті мамандарды даярлау үшін барлық қажетті жағдайлар жасалған. Көз жеткізгіңіз келсе, экранға назар аударыңыз. 3 миллион бірлікті құрайды және әлемде миллиардтан астам автомобиль бар. Бір ғана Алматыда олардың саны шамамен 3 миллион бірлікті құрайды және әрбір автомобильге сапалы қызмет көрсету қажет. Мұндай заман талабына сай мамандарды Алматы автомеханика колледжі дайындайды. Біздің колледж Қазақстанда ғана емес, алыс шетелдерде де жұмыс істейтін 10 мыңдаған жоғарғы білікті мамандарды даярлап шығарды. Бүгінде колледж даярлайтын мамандық автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану және келесі біліктіліктер: автомобиль жөндеу слесарі, автомобиль электр жабдықтарын жөндеу жөніндегі электрик, автомобиль көлігін жөндеу шебері, техник-механик.
Колледжіміздің оқытушылары мен өндірістік оқыту шеберлерінің үлкен жұмыс өтілі бар білікті мамандар. Солардың ішінде колледжіміздің түлектері қазіргі таңда өз тәжірибесі мен білімдерімен бөлісуде. Колледж ғылым мен техниканың соңғы талаптарына сай жабдықталған. Оған теориялық оқыту кабинеттері, компьютерлік кабинеттер, электрондық жүйелік зертханасы, диагностика зертханасы, отын аппаратурасы зертханасы кіреді. Осындай базаның арқасында біздің студенттер бірнеше рет қалалық, өңірлік, ұлттық WorldSkills чемпионаттарына қатысып, жүлделі орындарға ие болды. 2019 жылы колледж Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Назарбаевтың тапсырмасына сәйкес әзірленген жас маман жобасына қатысушылар қатарына енді. Жас маман жобасының операторы болып Талап коммерциялық емес акционерлік қоғамы белгіленді. Жас маман жобасының мақсаты 100 сұранысқа ие мамандық бойынша 180 колледж бен 20 жоғарғы оқу орнын жаңғырту және білікті мамандар даярлаудың халықаралық тәжірибесін енгізу болып табылады. Жас маман жобасын іске асыру қорытындылары бойынша колледж республикалық және халықаралық деңгейде талап етілетін мамандарды даярлау үшін қажетті заман талабына сай техникамен жабдықталады. Сондай-ақ WorldSkills чемпионаттарына қатысушыларды даярлауды жүргізетін болады. Бұл жоба келесі мүмкіндіктерді ұсынады. Білім беру процесін жаңғырту үшін шетелдік серіктестерді тарту, оқытушылар мен өндірістік оқыту шеберлерін оқыту, халықаралық стандарттар бойынша оқыту бағдарламасын жасау. Біздің оқу орнында денсаулық пен дене шынықтыру дайындығына көп көңіл бөлінеді. Колледжде спорт залы, спорт түрлері бойынша секциялар мен үйірмелер бар. Сонымен қатар үнемі әртүрлі спорттық жарыстар өткізіліп тұрады. Біздің оқу орнындағы маңызды бағыттардың бірі ол әлеуметтік серіктестік. Осы серіктестіктің арқасында түлектерді жұмысқа орналасу мен олардың еңбек нарығында сұранысқа ие болуын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Егер сіз сұранысқа ие және жоғарғы жалақы төленетін жұмысқа ие болғыңыз келсе, онда сізге Алматы автомеханика колледжіне тікелей жол ашылады. Алматы технология және флористика колледжі Қазақстандағы бірден бір флористика маманын даярлайтын және ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар студенттерді оқытумен айналысатын колледж. Бейнероликке көңіл аударайық, достар. Біздің колледж республикамыздағы флористика мамандарын даярлайтын бірден бір оқу орны. Қазақстандағы ерекше білім беру қажеттіліктері бар студенттерді даярлаумен айналысатын алғашқы колледж. 2020 жылдың қаңтар айында колледж халықаралық институционалдық және мамандандырылған аккредиттеуден өтті. Қазіргі таңда халықаралық талаптарға сәйкес жұмыс істейді. Колледж миссиясы Алматы қаласы және Алматы облысы еңбек нарығын жоғары білікті мамандармен қамтамасыз ету және жастардың әлеуметтенуіне ықпал жасау. Біздің мамандықтар: есептеу техникасы және ақпараттық желілер мамандығы бойынша компьютерлік ақпараттық қамтамасыз ету операторы біліктілігі. Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу мамандығы бойынша тігінші және модельер пішуші біліктіліктері. Автокөлікке техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану мамандығы бойынша автомобиль жөндеу слесарі, автомобиль электр жабдықтарын жөндеу жөніндегі электрик біліктіліктері. Бақ-саябақ шаруашылығы мамандығы бойынша гүл өсіруші флорист және көгалдандырушы біліктіліктері. Ерекше білім беру қажеттіліктері бар студенттер үшін жиһаз өндірісі мамандығы бойынша ағаштан жасалған бұйымдарды құрастырушы, аяқ киімісі мамандығы жеке аяқ киім тігу және жөндеу шебері біліктілігі бойынша білім береді. Колледж ерекше білім беру қажеттіліктері бар студенттер үшін халықаралық Обилимпикс, DivSkills чемпионаттарына белсенді қатысып келеді. Білікті кадрларды даярлауда жаңа идеялар мен кәсіптік шеберліктің дағдыларын жетілдіру орталығына айналып отырған WorldSkills чемпионатында колледж белсене қатысып, жүлделі орындарға ие болды. Қазіргі уақытта колледжде тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу мамандығы бойынша жас маман жобасын іске асыруға дайындық жүріп жатыр. 2021 жылы жас маман жобасы аясында колледжде WorldSkills стандарттарының талаптарына сәйкес келетін заманауи тігін жабдықтары орнатылады. Білім алушылар біздің колледжде оқу барысында алатын кәсіби дағдылары олардың еңбек нарығында ойдағыдай бәсекеге түсуіне мүмкіндік береді. Колледжде жақсы материалдық техникалық база, заманауи инфрақұрылым құрылған. Студенттерге қызмет көрсету орталығы, Wi-Fi, релаксация кабинеті, оранжерея және гүлге арналған жылыжай, спорт залы жұмыс істейді.
250 орны бар жаңа заманауи асхана, 225 адамға арналған акт залы, сондай-ақ колледж кітапханасы заманауи үлгіде жабдықталған. Колледжді бітіргеннен кейін түлектердің оқуын республиканың жоғары оқу орындарында жалғастыруға мүмкіндігі бар. Әлеуметтік серіктестер: Шебер Принт, Мега Моторс, Вираж, Астана Моторс, Hyundai, Green Service, Жедел баспа орталығы, Казлехпром, Зибро, Кара, Каспий KZ, Магнум, Зетта, тағы басқалары. Біздің мекенжайымыз Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Сейфуллин көшесі 467В, Райымбек даңғылы қиылысы. Кәсіби қалау, активті таңдау. IT және телекоммуникация саласында мамандар даярлау бойынша орталық Азиядағы көшбасшы колледж, ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар студенттерді оқытумен айналысатын Қазақстандағы алғашқы колледждердің бірі Алматы мемлекеттік политехникалық колледжі. Табысыңды бағдарламала, политехқа кел деп сіздерді оқуға шақырады. Экранға назар аударыңыз. Ақпараттық технологиялар әлемінің қалай құрылғанын білесіз бе? Болашақтың қандай мамандықтары еңбек нарығында сұранысқа ие болады? Табысты болашақ үшін өмірлік кодты қалай таңдауға болады? Біз сізге барлық сұрақтарға жауап беруге және табысқа жету жолын бағдарламалауға көмектесеміз. Алматы мемлекеттік политехникалық колледжі орталық Азиядағы көшбасшы колледждердің бірі. Барлық талапкерлерді 21 ғасырдың ең сұранысқа ие мамандықтарына шақырады. Политех бұл қызықты тарихы бар және табысты түлектері бар кадрларды даярлау саласындағы әлемдік бренд. Практика оқытушылары, жобалық оқыту, жарқын студенттік өмір, халықаралық сертификаттар, үздік IT компаниялардағы тағылымдамалар, бұл 4.0 индустриясы үшін түлектің жаңа инновациялық моделін құруға бағытталған политехтің негізгі артықшылықтары болып табылады. Колледж базасында білім беру процесін жаңарту және жаңғырту, сондай-ақ білікті мамандарды даярлаудың халықаралық тәжірибесін енгізу мақсатында жас маман жобасы шеңберінде іске асырылған өңірдегі жалғыз IT орталық жұмыс істейді. IT хаб құзыреттілік орталығы, кәсіби бағдарлау және мансап орталығы өңірдің инновациялық шешімдерінің бизнес-инкубаторы болып табылады. Міне, 7 жыл бойы Политех WorldSkills халықаралық қозғалыс қатысушылардың негізгі құрамына кірді. Жыл сайын біздің қатысушылар чемпионаттың барлық деңгейлерінде жетекші орындарға ие болады. Политех өкілдері еліміздің туын 2017 жылы Будапештте, WorldSkills Абу-Даби, 2018 жылы WorldSkills Европа, 2019 жылы Краснодарда, 2020 жылы WorldSkills Россия сияқты чемпионаттарда биікке көтерді. Қазіргі уақытта 2022 жылы болатын WorldSkills Шанхайға қатысу үшін белсенді дайындық жүріп жатыр. Колледж WorldSkills чемпионатын аймақтық және ұлттық деңгейде өткізудің негізі болып табылады. Ал оқытушылар WorldSkills ұлттық және халықаралық сарапшылар мәртебесіне ие. Жоғары кадрларды даярлау үшін Политех барлық қолайлы жағдайларды жасауда. Ең алдымен озық жабдықтармен жабдықталған ыңғайлы және заманауи зертханаларды қолға алды. Орталық базасында болашақ мамандардың кәсіби құзыреттерін дамытатын Cisco Академиясы, H3C жүйелік әкімшіліктендіру тренинг орталығы, Festo мехатроника зертханасы, фото бейне түсірілім мен монтаждауға арналған оқу телестудиясы, графикалық дизайн зертханасы, веб әзірлемелер, компьютерлік ойындарға арналған 3D модельдеу, CAD инженерлік графикасы жұмыс істейді. Политехтің миссиясы сандық экономика маманның инновациялық моделін дайындау және білім беру. Өз жетістігіңді бағдарламала, Политехқа келіңіз. Біз үздіктердің үздігіміз, сіз бізбен жетістікке жетесіз. Сәндік қолданбалы өнер және халықтық кәсіпшілік мамандығы бойынша музыкалық аспаптар жасаушы біліктілігін дайындайтын еліміздегі алғашқы оқу орны болып табылатын Алматы құрылыс және кәсіпшілік колледжі бейне таныстырылымын сіздердің назарларыңызға ұсынады. Қабыл алыңыздар. Алматы құрылыс және халықтық кәсіпшілік колледжі еліміздегі білікті жұмысшы мамандарды дайындайтын бірден бір оқу орны. Қазақстан Республикасындағы сәндік қолданбалы өнер және халықтық кәсіпшілік мамандығы бойынша
музыкалық аспап жасаушы мамандарын дайындайтын алғашқы колледж. Біздің колледж 65 жылдан астам уақыттан бері еңбек нарығында сұранысқа ие озық мамандарды дайындайды. Колледжіміздің миссиясы Қазақстанда және халықаралық білім беру кеңістігінде қоғам мен бизнестің талаптарына сәйкес келетін құрылыс, көлік және ағаш өңдеу өнеркәсібінің жоғарғы технологиялық салаларына қажетті кәсіби және бәсекеге қабілетті жұмысшылар мен мамандар дайындау. Колледжіміздің мамандықтары: автокөліктерге техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану мамандығы бойынша автокөліктердің электр құрылғыларын жөндеуші электрик, автокөлікті жөндеу слесарі біліктілігі. Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану мамандығы бойынша ағаш ұстасы және паркет жұмыстарының шебері, өңдеу құрылыс жұмыстарының шебері, құрғақ құрылыс шебері біліктіліктері. Дәнекерлеу ісі мамандығы бойынша газ бен электр дәнекерлеуші біліктілігі, сәндік қолданбалы өнер және халықтық кәсіпшілік мамандығы бойынша музыкалық аспаптар жасаушы біліктілігі. Колледжіміз жұмыс кәсібі мен шеберлік дағдысының беделін арттыруды көздейтін халықаралық WorldSkills чемпионаттарында 2016, 2017, 2018 жылдары жүлделі орындарды иеленді. Қазіргі таңда колледжімізде ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану мамандығы бойынша жас маман жобасын іске асыруға дайындық жүріп жатыр. Біздің серіктестер Базис, Шертер, Нау, Кара, Дала Сазы, Шебербил, Global Building Contract. Колледж мекенжайы: Тимирязев көшесі 50-ші үй, Жароков көшесінің қиылысы. Бізбен бірге көшбасшы бол. 50 жылдан астам отанымыздың энергетика саласына кәсіби білікті маман даярлауға орасан зор үлесін қосып келе жатқан Алматы энергетика және электронды технологиялар колледжімен бүгінгі таныстырылымымызды қорытындыласақ. Алматы мемлекеттік энергетика және электронды технологиялар колледжі 1964 жылы 1 қыркүйекте құрылған. 55 жылдан астам тарихы бар бұл білім ордасы отанымыздың білім беру саласына кәсіби білікті маман даярлауға орасан зор үлесін қосуда. Колледж миссиясы жоғары білікті, әлеуметтік және кәсіби мобильді мамандарды даярлау саласында көшбасшы болу. Колледжде күндізгі және сырттай оқу бөлімінде мамандар 8 мамандық бойынша даярланады. Оқыту тілі мемлекеттік және орыс тілінде жүргізіледі. Олар электр жабдықтары, электрмен қамтамасыз ету, жылу электр станцияларының жылу энергетикалық қондырғылары, радиотехника, электроника және телекоммуникациялар, технологиялық процестерді автоматтандыру және басқару, машиналар мен жабдықтарды пайдалану, бағдарламалық қамтамасыз ету, менеджмент. Колледж WorldSkills-тің жетік құзыреттілігіне арналған аймақтық орталығы болып табылады. Оқытушылар ұлттық және халықаралық сарапшылар мәртебесіне ие. Жас маман жобасы арқылы колледжіміздің материалдық техникалық базасы заманауи үлгідегі жабдықтармен жаңғыртылды. Сапалы білім беруде материалдық техникалық базаның орнын елемеуге болмайды. Жақсы жабдықталған, эстетикалық тұрғыдан үйлесімді білім алуға қолайлы дәрісханалар әркімнің көңілінен шығары сөзсіз. Студенттерді өндірістік оқытуға ерекше көңіл бөлінеді. Сондай-ақ колледждің әлеуметтік серіктестері Алатау жарық компаниясы, Алматы энергосервис, Казэнергопауэр, Алматы электр станциялары, Фабрика Света, Доко ЛТД, Сайман корпорациясы және тағы да басқа ірі компаниялар болып табылады. Мамандық таңдау болашақтың таңдауы. Біздің колледжде білім мен мамандық алу үшін барлық қажетті жағдайлар жасалған. Біздің колледжімізде білім алуға шақырамыз. Біз сіздерді күтеміз. Құрметті келешектің кілтін ұстайтын жас талапкер, жас дос. Бүгінгі біздің сіздерге арнап ұйымдастырған мамандықтар мен колледждер жайлы бейне материалымыздан өздеріңізге толық мағлұмат алдыңыздар деп ойлаймыз. Дұрыс таңдалған мамандық болашақтың жарқын кепілі.
сенің таңдауың, ол сенің жетістігің. Олай болса, ертеңгі күніңнің жарқын болуы үшін бүгінгі таңдауыңды дұрыс жасау да өз қолыңда. Іске сәт, жеңісті күндерде жүздескенше еліміз аман, деніміз сау болсын. Назарларыңызға рахмет.